Келесі сөз Байтақ Қазақстан Жастар партиясының төрағасы Әміртаев Азаматхан Сайлауұлына беріледі. Рахмет сізге. Негізінде қазэкспорттың пайда болғаны қанша болды елімізде? Бізден одан экспорт, шикізат емес экспорт көбейді ма? Әлі күнге дейін ол туралы нақты ақпарат жоқ. Енді мына презентацияда көрсетілген экспорттердің ішінде Өзбекстанға 585 миллиардқа шығарған екенбіз, Ресейге. Ал мынау дамыған елдерде көрсетілмеген. Сондықтан бұл мәселені мынау қазэкспорты толық түрде қара көріп, бұны стратегиясын, шағын орта кәсіпкерліктің бүгінгі даму кезіндегі қай салаларды қолдау керек? Мысалы, кейбір салалар бар. Керісінше шетел Ресейдің Өзбекстанның мүддесіне жасайтын экспорттер бар. Соны экспортқа шығарып жүрсе, ішкі біздің шағын орта кәсіпкерліктер дамымай қалады. Шикізат емес, өзіміздің ішімізде керек. Мысалы, сондай нәрсені қарау керек бұл жерде стратегияда. Сонымен қатар сақтандыру мәселесі, ол нарықтық, ол кәсіп қой. Оны не үшін монополияға айландыру керек? Егер қазэкспорт оны алатын болса да, ертең олардың адамдары жете ме Қазақстанда барлық шағын орта кәсіпкерлікті қолдауға? Мәселе осы да. Біздің мемлекетіміздің мүддесіне жұмыс жасайтындай болу керек. Мемлекетіміздің ішіндегі шағын орта кәсіпкерлікке жұмыс жасау керек. Шетелге емес, өзімізге жұмыс жасау керек. Сондықтан стратегияны бір қарасақ, жұмыс тобында жақсы болар еді.